Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен кокосовый баунти пирогын рецептімен бөлісемін. Творожный кокосовый пирог деп те айтып жатады. Дәмі ерекше дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал енді қамырын дайындауға кірісеміз. Қамырын дайындау үшін алдымен ас содасына сірке суын қосып араластырып қойып қоямыз. Одан кейін жұмыртқа, қаймақ, қант, бөлме температурасында тұрған майды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Осыған ас содасымен сірке суын қосып, тағы бір рет араластырып аламыз. Барлық қосылатын заттарды құрамын мөлшерімен осы описание бөліміне қалдырамын. Сол жерден көре аласыздар. Енді ұнымызды аз-аздан қосып, бастапқыда миксердің көмегімен, кейін қолмен араластырып қамыр илейміз. Бізде осындай жұмсақ қамыр шығады, оны кішкене ұн сеуіп аламыз да, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Және мен 27 диаметрлік формада пісірдім. Одан сәл үлкендеу қылып алсаңыздар болады, бірақ кішкентай форма алуға болмайды. Осы қамырымызды формаға орналастырып, бортик жасап аламыз. Барлық жерінің қалыңдығы бірдей болса, өте жақсы болады. Мен артық жерлерін осылай пышақпен кесіп, түзулеп алдым. Енді начинкасына кірісеміз. Творог, кокосовые стружки, қант, осы үшеуін блендердің көмегімен езіп аламыз. Біркелкі болғанша езіп, бортиктің ішіне салып шығамыз. Және қасықтың көмегімен шамалы тығындап жіберсеңіздер жақсы болады. Енді бетіне меренга жасаймыз. Оған жұмыртқаның ақуызын, қантты және қант ұнтағын осы ақуызға кезек-кезек сала отырып, миксермен араластырып, крутая пена, аппақ пена болғанша араластырамыз. Ол және өзінің формасын ұстап тұратындай болу керек. Және оны мен осындай насаткаға, кондитерлік мешокқа салып алып, осылай орналастырып шықтым. Салып шықтым бетіне. 180 градустық пеште 25 минутқа пісіріп аламыз. Піскеннен кейін толық суығаннан кейін ғана формадан шешеміз. Бетіне мен қант ұнтағын септім. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк қойып, каналға тіркеле кетіңіздер. Рахмет сіздерге. Сау болыңыздар. Ас болсын.